Улустың ұлы күні Наурыз жаңа жыл. Наурыз тарих. Халқымыз улустың ұлы күні деп қадірлейтін Наурыз шығыс халықтарының 5000 жылдан аса тойлап келе жатқан қасиетті мейрамы. Күн мен түннің теңелуі ғаламдық құбылыстарға тән бұл ұлы күнді ата-бабамыз ежелден ерекше атап өткен. Бұл туралы Алматының солтүстік батысындағы 170 шақырым жердегі Аңырақай жотасындағы 5000 жыл бұрынғы таңбалы жартаста қашалған петроглифтен байқауға болады. Күн дидарлы тәңір мен түн бейнелі іңір бір-біріне құшақ жайып көрісіп тұр. Олардың ортасында сиыр жылының 4 маусымы бейнеленген. Бұлардан төмен 12 мүшел тәрізді 12 бейне қол ұстасып билеп жүр. Бұл қола заманынан да ерте, неолит дәуіріне жетелейтін дерек. Сонымен бірге бүгінгі Наурыз мерекесінің толық тарихи куәлігі, төл құжаты деуге болады. Біздің заманнан бұрынғы 7-ші ғасырдан біздің заманымыздың 2-ші ғасырына дейінгі дәуірде Орта Азия, Қазақстан және Шығыс Түркістан аумағын мекен еткен ежелгі тайпа біздің бабаларымыз сақтар әз Наурызды сән салтанатпен қарсы алған екен. Ежелгі дәуірдегі Рим тарихшысы Квинт Курций Руф Ескендір Зұлқарнайынның тарих атты еңбегінде былай деп жазады. Ұлыс күні күн шығар сәтте Қаған ордасының үстіне күн бейнелі жалау көтеріліп, қызыл мауытыдан киім киген 365 бозбала тойдың шырайын келтірген. 365 күй тартылған. Бүкіл елдің батагөй абызы, елдің қағанаттың үміт тілегін тәңірге жеткізген 9 күй тартқан. Бұл 9 күй міндетті түрде қозбен тартылатын болған. Бұл мәтіндегі 365 бозбала бір жыл ішіндегі тәулік саны деп болжайды профессор Серік Негимов. 20-шы ғасырдың басында алаш қайраткерлері Наурыз мейрамының мәні мен маңызы туралы баспасөз беттерінде ұдайы насихаттап дәріптеген. Біздің қазақтың жаңа жылы Наурызда болғаны адасқан емес. Жаңа жыл Наурызда болса, күн мен түн тең болғанынан бастау керек. Алаш қайраткерінің жаңа жыл мақаласынан үзінді. Қазақ газетінің нөмірі 53-ші саны, 1914 жыл, Самар қаласы. Әлихан Бөкейхан шығармалары толық жинағының 5-ші томынан алынды. 1920 жылы Түркістан Республикасы орталық атқару комитетінің төрағасы Тұрар Рысқұлов Наурызды мемлекеттік мейрамға айналдыру туралы бастама көтереді. Нәтижесінде Мәскеумен келіспестен бұйрық шығарады. Осылайша 1920 жылы Наурыздың 22-ші жұлдызында Наурыз мемлекеттік мейрам ретінде атап өтілді. Кеңестік кезеңде ескінің сарқын шағы, діни мереке деген желеумен 1926 жылдан бастап Наурыз мейрамын тойлауға ресми түрде тыйым салынды. Арада 62 жыл өткенде қайраткер ақын Мұхтар Шаханов сол кездегі партия комитетінің бірінші хатшысы Колбинге Наурыз мейрамын қайта жаңғырту туралы хат жазып кездеседі. 1988 жылы мен Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің бірінші хатшысы Колбинге хат жаздым. Наурыз мерекесін тірілтейік. Өйткен себебі Наурызда күн менен түн теңеседі. Наурыздың өзі ерекшеліктері бар. Бюрода мені 2 адам қолдапты. Оның бірі сол кезгі министрлер кеңесінің төрағасы Нұрсұлтан Назарбаев, екіншісі Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің идеологиялық хатшысы Өзбекәлі Жәнібеков. Мұхтар Шаханов осы жүздесу кезінде сөзінің дәлелі ретінде бірінші хатшыға Абай Құнанбайұлының біраз сөз қазақтың түбі қайдан шыққандығы туралы атты еңбегінің орысша аудармасындағы деректерді оқытады. Бұл еңбегінде Хакім Абай былай деп жазған. Ол күнде Наурыз деген бір жазғы тұрым мейрамы болып, Наурыздама қыламыз деп той тамаша қылады екен. Сол күнін ұлыстың ұлы күні дейді екен. Абай Құнанбайұлының біраз сөз қазақтың түбі қайдан шыққандығы туралы еңбегінен үзінді. Шығармалар жинағының 2-ші томынан.
Осылайша 1988 жылы ұлт зиялыларының белсенді іс-әрекетінің нәтижесінде қайта оралған әз Наурыз тойы Алматыда сән салтанатпен дүркірете тойланды. Алматыда Наурыз жаңа жыл тойланғаннан кейін, арада бір жыл өткенде, 1989 жылы Наурыз мейрамы Төралтай аймағына да келіп жетті. Шығыс Қазақстан халқы да ұлыстың ұлы күнімен сағыныса тауысып, Наурыз жаңа жылды дүркірете тойлады. Бұл туралы танымал журналист, ақын Мұрат Тастағанов облыстық Дидар газетінде «Қайта оралған Наурыз» деп марқая мақала жазды. Рудный Алтай газетінде жарияланған «Приглашает праздник Наурыз» атты мақалалар қайта оралған Наурыз мейрамын дәріптеп, ағайыннан алақайлай сүйінші сұрады. жылдың 15 наурызында ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың қаулысы негізінде 22 Наурыз мейрамы деп жарияланып, мемлекеттік мерекелер тізіміне енгізілді. Ал 2009 жылы 30 қыркүйекте ЮНЕСКО Наурыз мейрамын адамзаттың материалдық емес, мәдени мұралар тізіміне енгізді. 2010 жылдың 10 мамырынан бастап Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының 64 қарарына сәйкес 21 Наурыз халықаралық Наурыз күні деген мәртебеге ие болды. 1989 жылы Шығыс Қазақстандық ағайын ұлыстың ұлы күнін алақайлай тойлағаннан бері 35 көктем өтті. Биыл Наурыз жаңа жылды 35 рет тойлағалы отырмыз.